Сәлем баршаңызға, менің есімім Адият. Бүгінгі видеода жалғыз жұлдыз әні, яғни ғашықпын саған киносына саундтрек ретінде жазылған әнге разбор жасаймыз. Бұл әнде басындағы мелодияны және де ары қарай аккордтармен қандай қағыспен ойнау керектігін көрсетемін. Арнаға жазылып, комментарийға келесі видеода қандай ән немесе мелодия үйренгіңіз келеді, соны комментарийға қалдырып кетіңіз. Келесі видеода міндетті түрде болады. Кеттік. Бұл әнді ойнауға каподастр керек болады, яғни бірінші латтан. Әннің басындағы екі аккорд EM және де AM. Мелодия EM мен басталады, яғни EM-нің бас аккорды, бас нотасы 6-шы струна. 7-ші латтан мелодия басталады, яғни бас нота екеуін бірге, ары қарай, яғни екеуін бірге, 1 мен 6, одан кейін 3, 2, 1. Келесі 3, 2, 3. Одан кейін 7-ші латты басып тұрып, 1-ші струнадан 1-ді шертеміз, одан кейін 8-ді шертеміз. Ары қарай мына саусақтың өзімен шертеміз. Және де мынау 5-ші латты басып тұрып, мына саусақпен де шертеміз. Осылай болады. Шерткеннен кейін қайттан 7-ші латты басамыз. Яғни 6, қайттан 3, 2, 3. Содан кейін бар. Келесі аккорд AM. Яғни AM мына жақтан ұсталады, AM-нің екінші аккорды 5-ші латтан. Осының астында бізге керек струнасын бар емен ұстаймыз, яғни 5-ші латтан. Мына кіші саусақ 8-ші латты басып тұрады. Тартылуы, мына жақ тартылуы тура сол қайталанады, тек бас нота 5-ке ауысады. Соңында ойнаған кезде 5, 3, 2, одан кейін 7-ні тартып, келесі 9-ға сырғытамыз. Яғни 1 мен 5, 3, 2, 1, 3, 2, 3, 5, 3, 2, одан кейін сырғытамыз. Қайттан орнына келеміз, яғни сырғытқаннан кейін артқа 7-ші латқа түсеміз. Ол кезде қайттан мелодияның басы басталады. Осы 2 рет қайталанады, одан кейін ән басталады. Ары қарай әннің аккордтары бірінші куплетте EM, AM, одан кейін мындай аккорд. Ұсталуы былай, 2-ші латтан бар ұсталады, бас нотасы 5-ші нота болады. Мына 2 саусақпен 2-ші струна 4-ші лат, 4-ші струна 4-ші лат. Қалғандары ашық тұрады. Осындай аккорд. Одан кейін қайттан EM. Ойнап көрсетейін әнмен. Бүгінгі күн оңғадан ұзақ, арманың зор кеткендей боп ұзақ, өлең мұңға тарудан әлі, өмірімнен өтіп кеткен бір сазат. Одан кейін ай жарығы деген куплетте аккордтар AM, B бағанағы, B7 деп те аталады, қателеспесем.
одан кейін E, одан кейін S. Ойналу былай. Жарық басына түсқанда қабаттап қарап жатып аспанға оның тұман жарығында шоқтап шоқ жұлдыз анық көріп жатсам да. Бұл жерде осы куплеттің соңында былай болады, яғни басында бірінші I am, одан кейін B7, одан кейін E, одан кейін S ойналса, келесі группта I am ойналады, одан кейін B7 тағы да ойналады, одан кейін E мен осы куплет аяқталады. Ары қарай қайырманың аккордтары I am, D, астыңғы аккорд яғни. Одан кейін G, одан кейін E. Мен бәлкім жаны жанып сүрме сен мұңдысың жаным жерде мұңды мейлі аспандағы топан атқан құс жолы менің сарым Қайырмада I am, D, G, S, одан кейін I am, одан кейін B7, E am, екі рет қайталанады, ұзақ ойналып тұрады. Қайтадан айнала береді. Ары қарай куплет қайырмалар дәл осылай қайталана береді. Мынау ойналуына бойға келетін болса, яғни басында әртүрлі тартыспен бастауға болады. Яғни ең простой түрі тартысы былай болады. 6 струна, одан кейін ортадағы 3 струна, яғни 4, 3, 2. Просто төменге қарай. Кезегімен. Аккордтар ауысқанына қарай бас ноталар ауысып отырады. E-ның бас нотасы 6. I-ның бас нотасы 5. S-тің бас нотасы 5. B-ның бас нотасы 5. Және де қайырмада бой болады. Яғни төмен, стоп, жоғары, төмен, жоғары, төмен. Осылай. Төмен, стоп, жоғары, төмен, жоғары, төмен, жоғары. Бұл жерде маңыздысы темпті сақтау, сол кезде осындай звучание береді.